4 болса, онда фигураның боялған бөлігін аудан табу керек. Жақсы. Енді не істейміз балалар? Ең алдымен 4 емес, 4 болса, значит бірдің әр қабырғасы 2-2 деген сөз ғой. Мен пока 1-1 деп есептедім, сосын мен бір клетканы табым ғой, одан 4 көйтем. Жақсы. Жалпы аудан бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді общеменде 42 клетка бар. 42 клетка бар. Енді маған керек емес жерлерді не істеу керекпін? Азайтуым керек. Мына жақта енді мына ақ жерді азайтайын. Бұл бізде тік бұрышты үшбұрыш. Тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін А мына жерде Б болса, екеуіне көбейтіп, естемін 2-ге бөлем. Мына жерде 2 клетка, 1, 2, 3, 4. 2, 4, 8, жартысы 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 12, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 12, 6. 1, 2,